Сәлем достар, тек футбол арнасының сүйікті көрермендері. Біз бүгін Лео Месси жайында сөз қозғайтын боламыз. Яғни біздің тақырыбымыз Лео Мессидің мансабындағы топ 10 керемет соғылған голдар. Ал Мессиді сіздер білесіздер, дриблингтің шебері екендігін, ал сол дриблингі арқылы тамаша голдар соғып, жанкүйерлердің айызын қандырған сәттер өте көп. Ендеше сол топ 10 голдың үздік топтамасын ұсынамыз. Кеттік. Бізде 10-шы орында бұл Валенсияға соғылған гол. Естеріңізде болса, Ла Лиганың 2009-2010 жылғы маусымында Барселона және Валенсия өзара жолығып 3-0 есебімен аяқталған болатын. Сол ойында Мессидің тамаша голын мына кадрдан көре аласыздар. 2010 жылы Месси Валенсияға хет-трик жасайды. Солардың бірі таңқаларлық, әрі естен кетпесе кейіпте. Лео классикалық үлгіде бірнеше қорғаушыларды сан соқтырып, қақпашы ашық қалдырған жақын бұрышты тура көздейді. Бұл Барселонаның 10 жыл көлемінде үзіліссіз келе жатқан әдісі арқылы соғылды. Ол қандай дейсіз бе? Былай, команданың жеңіске жетуін, көп гол соғуын, әрі әдемі етіп соғуын қаласаң, онда жай ғана Мессиге пас бер. Аргентиналық не істеу керек екендігін өзі біледі. 9-шы орында бізде Арсенал қақпасына соққан голы Мессидің бұл Чемпиондар Лигасының 2010-2011 жылғы маусымында орын алған жай. Яғни Барселона өз алаңында Арсеналды қабылдап 3-1 есебімен басым түскен матч. 2011 жылы Барселонаның Чемпиондар Лигасы ширек финалына шығу үшін Арсеналмен жолдары түйісті. Алғашқы матчта 2-1 есебімен жеңіске жеткен зеңбірекшілер Камп Ноуға аз да болса басымдықпен келген еді. Бірақ қорғанысы тек 48-ші минутқа дейін ғана шыдады. Іске шындап кіріскен Месси Андрес Иньестадан пас алып, мынадай әдіспен қақпашыны балашалдап кетеді. Дәл осы голы сол жылы Пушкас сыйлығына үміткерлердің тізімінде болған. Тек соңғы сәтте ғана Сантоста ойнаған Неймардың голына жол беріп қойды. Кезекті 8-ші орын, ал 8-ші орында бұл ішкі чемпионаттағы барысы қарсыластарының бірі Мадридтік Атлетико қақпасын соққан голы. Бұл да Ла Лигада орын алды 2011 және 2012 жылғы маусым аралығында. Атлетико өз алаңында Барселонаны қабылдады, бірақ қонақтар, яғни Барселона 1-2 есебімен басым түскен матч. Матрасниктерге қарсы 2012 жылы ойында Месси барлығын алдап өтті десек болады. Атлетиконың қорғаушылары айып соқысы кезінде допты әуелетеді деп ойласа керек. Барлығы алға шығып кеткен еді, қақпашыға дейін. Ал аргентиналық болса мұны байқап қақпаны тура көздеді. Жетінші тұғырда Манчестер Юнайтед қақпасына соғылған гол. Бұл Чемпиондар Лигасының 2008 және 2009 жылғы маусымы аясында өтті. Барселона Манчестер Юнайтедті өз алаңда қабылдап, қызыл сойқандарды 2 доп айырмасымен жеңген кездесу. Месси басымен өте сирек гол соғады. 2018 жылы, мәселен, бірде рет денесінің осы бөлігі арқылы қарсыласты сан соқтырмаған. Әйткенмен мансабындағы ең есте қаларлық голды басымен соққанын білесіз бе? Чемпиондар Лигасының 2008-2009 жылдардағы финалында әуеде қалықтаған күйі Эдвин Ван дер Сарды қапы қалдырып, топқа бірінші секіреді. Алтыншы орынға да келіп жеттік. Ал 6-шы орында Барселонаның негізгі қарсыласы және бұрыннан келе жатқан ата жауы деп айтсақ болады, спорттық тұрғыда ата жауы, бұл Мадридтік Реал қақпасына соғылған гол. Чемпиондар Лигасының 2010-2011 жылғы маусымында біз Эл Классикоға куә болған болатынбыз. Онда Сантьяго Бернабеуде Барселона 0-2 есебімен жеңіске жеткен болатын. Дәл осы жылғы Чемпиондар Лигасы көпшілікке Жозе Мауриньо мен Пеп Гвардиоланың спорттық текетіресімен есте қалды. Матчтың тағдырын Месси шешіп кеткен еді. Сантьяго Бернабеудегі матчта Месси алаңның ортасынан допқа иелік етіп, алдындағы 4 қорғаушыны балаша алдап, Икер Касильясты да шарасыз күйге түсірді. Бұл сөзсіз Мессидің ең үздік голдарының бірі. Бесінші орында Сарагоса қақпасына соғылған гол. Бұл Ла Лигадағы 2009-2010 жылғы маусым. Сарагосаға қонаққа барған Барселона мұнда да қосты айырмасымен жеңіске жетті. Осыдан шамамен 10 жылдай бұрын Сарагосаға қарсы қонақтағы матчта Месси таңғажайып гол соқты. Тағы да орталық алаңнан доп қабылдап, қорғаушылардың алдымен біреуін алдап өтіп, кезекте екеуін ақымақ күйге түсіріп, голкиперді бір сәтке кешіктірген голымен тарихтағы үздік ойыншылардың бірі екендігін дәлелдейді. Енді 4-ші орынға келек. Мұнда жолдастық кездесу және ұлттық құрамалар арасындағы ойын болатын. Бразилия және Аргентина арасындағы матч 2012 жылғы тамаша нәтижелі матч болған. Аргентина мен Бразилия жолығып 4-3 есебімен
Аргентина жеңіске жеткен еді. 2012 жылы Аргентина мен Бразилия нәтижелі жолдастық кездесу өткізіп, жанкүйерлер мен көрермендерге голдық феерия арқылы тамаша матч ұсынады. Мұндағы нүктені әрине Месси қойды. Марселоны сан соқтырып, айып алаңына кіре берістен алыс тоғыздықты тура көздеді. Енді кезек үшінші орын үздік шықты. Мессидің Баварияға соққан голы түйіндеп тұр. Бұл Чемпиондар Лигасы 2014-2015 жылғы маусым Камп Ноудағы кездесу. Бавария қақпасына жауапсыз 3 топ соғылған матч. Дәл осы жылы Барселона Чемпиондар Лигасын жеңді, ал Месси Баварияны жартылай финалдан сүріндірген болатын. Оның неміс командасының қақпасына соққан голы өнер деген ұғымның футболға қаншалықты қатысы бар екендігін дәлелдеді. Жером Буатеңді айламен сүріндіріп, Мануэл Нойерден топты асыра салды. Екінші орында Билбаолық Атлетик қақпасына соққан голы. Мессидің бұл 2014-2015 жылғы Испания кубогының финалы. Атлетик, Билбао, Барселона есеп 1-3. Король кубогының финалында соққан осы голы тек қана бүкіл әлемде емес, Леоның өзінде таңданыста қалдырғандай. Құдды бір футбол симуляторын жеңіл деңгейде ойнап жатқандай, керемет дриблингімен баск командасын бүкіл қорғанысын бұзып жарды. Бұған ешқандай пікір айта алмайсың. Ал енді көптен күткен бірінші орын. Number 1, мұнда Мессидің бірінші орынға лайықты голы, өздеріңіз біліп отырсыздар, Хетафеге соққан голы. Бұл 2006-2007 жылғы Испания кубогы аясындағы жартылай финалдық кездесу. Барселона Хетафені өз алаңда қабылдады, есеп 5-2. Ал Месси бүкіл әлемді таңданыста қалдырған болатын. 2007 жылдың 18 сәуірінде соққан голын қалың көпшілік Мессидің атаңызға айналған отандасы Диего Марадонаның голымен қатар қойды. Леоның сенімді түрде жасаған бұл дриблингі Марадонаның Англия қақпасын соққан голынан айнымайды. Жолындағы 5 ойыншы мен қақпашының тұрғанына қарамастан барлығын айналып өтті. Бүгінгі осы құрметті жанкүйерлер, сіздерге Мессидің тамаша голдардың топтамасы ұсындық деген ойдамыз. Бұдан басқа да өзге де керемет голдары бар, бірақ әрине оларды санай беретін болсақ, онда таңды таңға ұратынымыз белгілі. Егер видео ұнаса, лайк баса кетіңіздер, одан кейін арнаға тіркеліңіздер, достарыңызға таратыңыздар және пікір қалдырыңыздар. Сіздер Мессидің қай голын ұнаттыңыздар, немесе қай голы есепке алынбай қалды, оны пікірге қалдырыңыздар. Бірге сараптап көреміз. Рахмет, сау.